шапалақтан мақтырып дайын тұрсаңыздар, мен қазір ортамызға Құдай қаласа 1000 жылдық құда болатын құдаларымызды шақырамыз. Ендеше қанекей ду қол шапалақпен, шапалақтың шаттығымен ортаға құдалар қауымын шақырамыз қанекей. Жақсылап шапалақты аямай құдалар. Билет кіреміз құдалар қанекей. Билет ортаға шақырамыз. Құдаларымызды билетеміз ортаға шығып. Құдаларымыз ортаға шығып билетеміз. Қанекей ортаға жақсылап құдалар билеп кіреміз. Ал ендеше мінекей құрметті ағайындар, біз келесі кезекте әрине бұл тойымыз себепкерлерсіз болмайтыны анық. Ендеше құрметті ағайындар, қазір мен осы ортамызға қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген аққудай иілген мінекей алтындай қыздарыңызды, яғни әзел қыздарыңызды ортамызға шақырсақ дейміз. Ендеше қанекей сіздер шапалақты ұрыңыздар, әзел қыздарыңызға қарсы қанекей. Шапалақ құрметті ағайындар. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бары керегін әперіп мәпелеп өсірген алтындай әзел қыздарыңыз құрметті ағайындар. Бәрекелді, ал ендеше құрметті ағайындар, сіздер жақсылап тұрып шапалақ тұрыңыздар. Қыз жұпты мінекей әкесімен аруын мына жерге қарай ортамызға шығарып саламыз. Ендеше шапалақ ұрып тұрыңыздар қанекей. Келіңіздер. Ал ендеше мінекей құрметті ағайындар, алтындай аққудай қыздарыңызды ортамызға келдік. Ендеше құрметті ағайындар, бүгінгі күні екі елдің арасын қосқалы кеп отырған алтындай ұлдарыңыз бар. Ендеше мінекей болашақ қазағымыздың сұлтандай ұлы, сіздердің ду қол шапалақтарыңызбен осы алтындай қыздарыңыздың қолын сұрап келіп отырған жігітті, яғни мәулені сіздердің ду қол шапалақтарыңызбен ортаға шақырамыз. Бәрекелді, ал ендеше құрметті ағайындар, мінекей қазіргі бір сәт, ендеше аға Асылбек аға, мінекей қазір көзіміз көріп тұр. Алтындай қызыңызға қолын сұрап, сізден рұқсат сұрауға келіп отыр. Ендеше қалай рұқсат етесіз ба, қызыңызды бересіз ба? Рұқсат етем. Бәрекелді, рұқсат етем дейді, шапалақ ұрды керек асындайды. Бәрекелді, ал ендеше алтыныңыздың аққұба қолын мәуленнің қолына ұстатып қойыңыз. Екі жұпты қол ұстастырып өзіңіз ақ ниетпен, бәрекелді, неткен дуғол шапалақтың құлақты кесіп бара жатқан. Бәрекелді, ал енді мәулен аға сізге мыңда бір рахмет, өз орныңызға жайғасаңыз болады. Ал енді құрметті ағайындар, қазіргі кезде сіздердің дуғол шапалақтарыңызбен қазағымыздың келесі бір салт дәстүрі ырымы бойынша жастарымызды өздерінің тайқымас тақтарына жайғастырсақ дейміз. Ендеше құрметті ағайындар, қанекей сіздер шапалақты ұрыңыздар, жастарымызды дастархан басына жайғастырамыз қанекей. Қанекей! Шапалақ құрметті ағайындар. Әндейлейді махаббаттың бал әні, ғашық болып күннен бастап достар ау, азамат боп қалғандаймыз бағаны. Ғашық оты жанады, жана берсін. Сәлем сөздің атасы болады айқын, қазағым оны желден бағалайтын, арымыздың аманбыздың ардақты елін ақынға қабақ шытып қарамайтын, өздері қалжыңдасып сөз сөйлесе, сөздері сүйегіңді жаралайтын, қыздары жоқ қылығы сүйіндірмес, жігіті жоқ кәдеңе жарамайтын, той дегенде құлбасы домалайтын, қазақ елі ассалаумағалейкум деп амандасып қояйық қанекей. Бәрекелді. Мына құрметті ағайындар, қазақ қарны тойғанша ханға да сәлем бермейді, бірақ қарны тойғаннан кейін ұйқысы келеді дейді. Мына бүгін енді қарын тойғанмен ұйқы келгеннің ортасында бүгін бір тамаша тойда отырмыз деп шапалақтың шаттығын білдіруді ұмытпай отырыңыздар құрметті ағайындар. Сіздердің ұрған шапалақтарыңыз аллада жауған шапалақтай болсын құрметті ағайындар. Шапалақтарыңызды арнап отырыңыздар. Ендеше құрметті ағайындар, қазағымыз айтады,
Батырларға сөз берсең, қылыш қалған байрағын айтады, шаштаразға сөз берсең, қайыштарақ қайрағын айтады. Жамандарға сөз берсең, қай-қайдағы жай-жайдағын айтады. Мұғалімге сөз берсең, 45 минут ойланып айтады, немесе оқушыны қадай сойғанын айтады. Ал енді мінекей осы әрғарадай әзілімен әрлендіретін, тамаша әндермен тамсандыратын сіздердің алдарыңызға мінекей алтындай азы балдарыңызды ду қол шапалақпен шақырсақ дейміз. Ендеше 75 килограмм салмағы, 100 қыздың арманы алдарыңызда жансүйітілдарыңыз ду қол шапалақпен қарсаңыздар әреге. Бәрекелді, сөз болсын. Ай, бәрекелді құрметті қонақтар, мінекей, ал ассалаумағалейкум қаттаған ел. Армағайын, жақсылыққа жиылған, шеттерінен мейірбан, дархандығы даладай, алқаулығы баладай. Жақсылықты атпайлап, жамандықты қатпайлап, ізгілікті инетіп, имандықты түймет жүрген. Жақсылықтың жаршысындай, асықтың алшысындай, өмірдің мөлдір талшысындай болған. Асылдың сынықтары, алқымның ұнтақтары, той десе алып шып жүгіретін. Мәрт қазақтың ұрпақтары деп қанекей. Барша тойымызға жиналған қонақтарымыздың құрметіне ду қол шапалақ соғып қойсақ, артық болмас деп ойлаймын, құрметті қонақтар. Сөйтсе жаңағы жерде екінші тұрып айтып жатыр дейді, біздің шал сол баяғы сельсоветте ауылда жұмыс істеген ғой деп айтып жатыр дейді. Сенің шалың кім болған десе, ой, менің шалым бірінші сержант болды, одан кейін старший сержант болды, одан кейін прапорщик болды, одан кейін старший прапорщик болды, кейін лейтенант болды, кейін старший лейтенант болды, капитан болды, майор болды, полковник болды, генерал болды, генерал-майор болды деп жатса жаңағы жерде құдағиымыз тұрып айтып жатыр дейді, ай құдағи, әдіранға бір тимеген шалым қалман екен ғой деп айтып жатыр дейді. Сол сияқты мінекей құдалықтарыңыз жарасып, әрине осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Мына бір күні тағы да дейді, жаңадан мінекей құда болып жатқан құдамыз бен құдағиымыз әңгімелесіп жатыр дейді. Сөйтсе жаңағы жерде құдамыз құдағидан сұрап жатыр дейді. Құдағи, мына енді аттың ісін сұрама, қыздың жасын сұрама. Бәрекелді. Мына құрметті ағайындар, мен де біреудің баласымын ғой, шапалақ ұрсаңыздаршы. Мына шыққан ұят тоқ болды ғой. Жетім қауыздай маңырап өртеді. Бәрекелді. Ал ендеше құрметті ағайындар, қош келдіңіздер. Аталарымыз аман ба, тентегін түзеп, тектеген, әжім-дәжім аман ба, шежіресі бар көптеген. Бозбалалар аман ба, бұғауыл қалып қолына бұлқынтып мінген көктеген. Бой жеткендер аман ба, қырдың қызыл гүліндей көктем келсе көктеген. Нағашылар аман ба, жақсылыққа беттеген, кризис әсер етпеген. Ойшыл қауым аман ба, тойшыл қауым аман ба. Батырда туған болмаса, найзамен түйреп ет жеген дейді. Ендеше құрметті ағайындар, тойымыздың екінші жартысына қош келдік деп бір ду қол шапалақ ұрып қойсақ, артық болмас әрине. Келе жатқан жолда бір өзбекпен бір қырғызбен кездесіп қалдым. Содан не керек, сәлем сөздің атасы ақырын бұрылып өзбекке айттым, өзбек бауырым, ассалаумағалейкум, Өзбекстанда қалдарың қалай, бәрі жақсы ма десем, әлгі өзбек маған қарап мақтанып жатыр. Құдайға шүкір дейді, Өзбекстанда ана Америка біздің жер дейді. Ол қалай сенің жерің десем, біздің баяғыда Әмір деген әкеміз болған, сол кісі сойға барып тұрып, Әмір әка ең соңғы Америка болып кеткен дейді. Содан мен қазақ қалсам ба, мен тұрдым да былай дедім, мен өзбек, біле білсең, ана Бразилия біздің жер деді. Ол қалай сенің жерің деп еді, біздің қазақтан біразы барып тұрып, Бразил ең соңғы Бразилия болып кеткен деді. Біле білсең, ана Аргентина да біздің жер дедім. Ол қалай сенің жерің деп еді, біздің мына рудың ішінде Арғын деген ру бар. Сол кісілер сойқы барып тұрып, арғындар ең соңғы орысшадан Аргентина болып кеткен дедім. Біле білсең, ана Албания да біздің жер дедім. Біздің мына ұлы жүздің ішінде Албан деген ру бар, сол кісілер сойқы барып шоғырланып, ең соңында Албания болып кеткен дедім. Және де мына құрметті ағайындар, айта деген, мақтанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің мақтаңдар, жаттанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттаңдар. Монғолия да біздің жер, қазақ малын баққан жер, Астраханда біздің жер, хан Абылай шапқан жер, Түркия да біздің жер, Мұстафа адам жатқан жер, Египет те біздің жер, Бейбарыс Сұлтан кезінде Мамлюки деп айтқан жер, Франция да біздің жер, балуан адам күресіп маңдайынан аққан дер, Германия да біздің жер, Рахымжан батыр ту тігіп кеудесіне орден таққан жер, Россиян да біздің жер, Бауыржан атам Нартулға, атам Баппен ақтангер, бүкіл әлем, бүкіл дүние жүзі біздің жер, қазақтар тойлап жатқан жер. Бәрекелді. Ендеше мінекей құрметті ағайындар, қазағымыз қазақ болғалы бері
бірлігі молынан тасып жатыр. Ендеше баяғы бірлігі жоқ заманда бір ақиық ақынымыз былай деп жырлаған екен: қазағымда жетелей ме армандарға, орындалар мекен армандарға, сау қарға, құзғын қарға, қара қарға, 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бірақ та бірінің көзін бірі шықмайды, қатарласып қонса да жардан жарға, қарға екеш қарғаның ынтымағын қазағыма берсе ғой, арман бар ма деген екен. Ендеше құрметті ағайындар, бүгінгі күні мінекей еліміз өрлеп, еліміз сонау биіктерге асып жатқанның себебі бұл біздің бірлігіміз. Ендеше құрметті ағайындар, бірліктеріңіз тарқамасын, бірліктеріңіз бен тірліктеріңіз артып, осындай ұлан асыр тойдан тойға жетіңіздер деген ниеттеміз. Қарайық шағайын, қазағымның қалжағдайы қалай қазір. Құдайға сансыз шүкір етпек түгіл, тәубесіне келе алмай жүр ағайлар бір. Өзбектер өз елінен жұмыс таппай, Алматы Астананың маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ, қазақ қамын бір ғана хан ойлап жүр. Африка аш жатқанда біздің қазақ денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Баз біреулер итке мініп шан ойнаса, біздің қазақ жикке мініп мал айдап жүр. Құдайым осы вақытты көп көрмеші, қазақ елін күн сайын арайландыр. Қазіргі жағдайымыз қалай болса, қиямет күніне дейін солай қалдыр деп, тағы да бір шапалақ ұрсақ, артық болмас әрине. Еліміздің мерейі үстем болсын. Жаза, қазақ тілін, жаза.